саламатсызбы достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге мөлдір апайларым. Бүгін біз 9 сыныптың 6-шы топтан БЖБ алгебра пәнінен екінші нұсқасын қарастыратын боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші тапсырма бойынша бізде n тең болады 3 көбейтілген n азайтылған 5 деген бізде тізбегі берілген екен. Енді осы тізбектің n тең болады, бізде 13-ке тең екен. n бізде 13-ке тең болса, бұл жердегі n тең болады қанша екендігін анықтау керек екенбіз. Оны табу үшін біз не істейміз? Бізде n бізде 13-ке тең болса, онда 3n азайтылған 5 тең болады. n-нің орнына біз 13-ті жазуымызға болады деген сөз. Яғни ары қарай теңдеу шешеміз. 3n тең болады 13, минус болса, оң жаққа шығарғанда плюс болады. 3n тең болады 13-ке 5-ті қоссам 18. n тең болады, мында бізде көбейту болып тұрса, ендеше оң жаққа шығарған кезде бізде бөлу болады. 18 бөлінген 3. n тең болады 18-ті 3-ке бөлсек неше шығады? 6 шығады. Сонымен бізде жауабы, яғни бізде n-нің орнына 6-ны қойған кезде бізде 13 шығады деген сөз екен. n тең болады 6. Келесі бізде екінші тапсырма. Екінші тапсырманың шарты бойынша бірінші мүше 3-ке тең екен, үшінші мүшеміз бізде 9-ға тең екен. Табу керек, екінші мүшені табу керек екенбіз, және де 12-ші мүшені табу керек екенбіз. Шешуі, ең бірінші біз формуланы жазып алайық. n тең болады a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген b. Енді бізге бұл жерден бізге d-ны табу керек. d-ны табу үшін біз a3 тең 9-ды пайдаланамыз. Яғни a3 тең болады a1 қосылған n-нің орнына біз мына жерде 3-ті 3 азайтылған 1 көбейтілген b деп аламыз. Енді 3 бізде 9-ға тең, 9 тең болады, a1 бізде нешеге тең? 3-ке тең. 3 қосылған 3-тен азайтамын 1-ді 2 көбейтілген b. Енді 9-ды мына жаққа жазып алайық. 3 қосылған 2-ді тең болады 9. Ары қарай 3-ті оң жаққа шығарамын. 2-ді тең болады. 3-ті оң жаққа шығарсам, мына жерде қосылып тұрса, азайту болады. 9-дан азайтамын 3-ті 6. d тең болады 6-ны бөлемін 2-ге. d тең болады 6-ны 2-ге бөлсек неше шығады? 3 шығады. d-ны тапты. Енді бізге екінші мүше мен 12-ші мүшені табу керек. a2 тең болады. a1 бізде 3-ке тең қосылған. Бізде 2-ден 1-ді азайтамын 1 көбейтілген b бізде 3-ке тең болады. 3-ке 3-ті қоссам тең болады 6 шығады екен. Ары қарай a12-ші мүшені табамын. Тең болады a1 бізде 3-ке тең қосылған n азайтылған 1. 12 азайтылған 1 тең болады 11 көбейтілген b бізде 3-ке тең болады 3 қосылған 33 тең болады 36 болады. Яғни жауабы есептің шарты бойынша екінші мүшені сұрап тұр. a2 тең болады бізде 6, a12-ші мүше бізде 36-ға тең. Келесі достар бізде үшінші тапсырма берілгені 2,1 және 0,7 деген тізбек берілген екен. Ары қарай мынау бізде бірінші мүше, мынау екінші мүше, үшінші және төртінші мүшелерді табу керек екенбіз. Яғни b 3 тең болады сұрақ, b 4 тең болады сұрақ екен. Шешуі бізде b 1 тең болады неше? 2,1, b 2 тең болады неше? 0,7. Енді бұл бізде не деген сөз? 21 бөлінген 10 деген сөз. Ал мынау бізде 7 бөлінген 10 деген сөз. Енді геометриялық прогрессияда q тең болады b2-ні b1-ші мүшеге бөлгенге тең. Яғни b2 бізде 7 бөлінген 10-ға тең, ал b1-іміз бізде 21 бөлінген 10-ға тең. Тең болады. Бөлшек сызығын біз көбейтуге айырбастап аламыз. Яғни 7 бөлінген 10 көбейтуге айырбастағанда екеуі орнын ауыстырады. Яғни 10 бөлінген 21. Енді 10 мен 10-ды қысқартып жіберемін, 1 қалады, 7 мен 21 қысқарады, мында 1 қалады, мында 3 қалады. Тең болады 3-тен 1. Ары қарай енді бізге үшінші және төртінші мүшелерді табу керек. Ең бірінші формуланы жазып аламын. b(n) тең болады b1 көбейтілген q-дің n азайтылған 1 дәрежесі. Яғни бізге b үшінші мүшені табу керек. Ол бізде b1 көбейтілген q-дің 3 азайтылған 1 дәрежесі. Енді b3 тең болады b1 бізде 21 бөлінген 10. 21 бөлінген 10 көбейтілген q бізде нешеге тең? 3-тен 1-ге тең. 3-тен 1-ді азайтамын неше дәрежесі? 2 дәрежесі. Яғни 10-нан 21 көбейтілген 3-тен 2 дәрежесі бізде неше? 9, 1-ден 2 дәрежесі 1 шығады. Тең болады. 21-ді 1-ге көбейтемін 21, 9-ды 10-ға көбейтемін 90. Тең болады. Екеуі қысқарады бізде. Мұнда 7, мұнда 30 қалады. Келесі b 4-ші мүшені табу керек біз. Яғни 21 бөлінген 10 көбейтілген 3-тен 1-дің 3 дәрежесі тең болады. 21 бөлінген 10 көбейтілген 3-тің 3 дәрежесі 27, мұнда 1. Тең болады. 21 мен 27 қысқарып кетеді. Мұнда 9, мұнда 7 қалады. Тең болады. 7-ні 1-ге көбейтемін 7, 10-ды 9-ға көбейтемін 90. Сонымен жауабы бізде есептің шарты кезінде табу керек b3, b4-ті. Яғни b3-ші мүше тең болады 30-дан 7, b4-ші мүшеміз тең болады 90-нан 7 деген сөз екен. Бізде 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырманың берілгені бізде b1 тең болады 4, q тең болады -3-ке тең екен. Табу керек s 4-ші мүшені.
формула Sn тең болады b1 көбейтілген q'дің n дәрежесі азайтылған 1 бөлінген q азайтылған 1. Енді осы формулаға саламыз. S4 тең болады. B1 бізде 4-ке тең. Q бізде -3-ке тең. -3-тің n бізде 4. 4 дәрежесі азайтылған 1, -3 азайтылған 1. Тең болады. Жақшаныш үшін бірінші есептеп аламыз. 4. Так, -3-тің 4 дәрежесі бізде 81 шығады екен. Азайтылған 1. -3-тен азайтамын 1-ді. -4 болады. Тең болады. Минусты алдыға шығарып қоямын. 4 көбейтілген 81-ден 1-ді азайтсақ бізде 80 бөлінген 4. Бұл жерде 4 пен 4 қысқарып кетеді. Тең болады -80 шығады. Жауабымыз бізде есептің шартында табу керек. S4 сұрап тұр. S4 тең болады неше шықты? -80 шығады екен. Келесі бізде 5-ші тапсырма. Есептің шарты бойынша b бірінші мүшеміз тең болады 1, екінші мүшеміз тең болады 2, b үшінші мүшеміз тең болады 4 екен. Енді есептің шарты бойынша бізге S алдына табу керек екен. Енді формуланы жазып алайық. Sn тең болады b1 q'дің n дәрежесі азайтылған 1, q азайтылған 1. Енді бұл жердегі S6 тең болады b1 бізде 1-ге тең көбейтілген q. Енді бізге q'ді табу керек. Q дегеніміз ол бізде q тең болады b2-ні b1-ге бөлгенге тең болады. b2 бізде 2-ге тең бөлінген 1 тең болады 2. Яғни 2-нің n дәрежесі n бізде 6-ға тең азайтылған 1, 2 азайтылған 1 тең болады. 2-ден 1-ді азайтсам 1 шығады. Так, 2-нің 6 дәрежесі бізде 64 шығады. 64 азайтылған 1 тең болады бізде 63 шығады екен. Жауабы S6 тең болады 63-ке тең. Достар, осымен біздің бақылау жұмысымыз аяқталды. 9 сыныптың алгебра пәні бойынша. Енді тжб-ны күтіңіздер. Егер де түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге түсіндіріп беремін.